Мәтін мен жұмыстың тиімді тәсілдері. Мәтін. Мәтін кеңістік пен уақытта тұжырымдалған адамның көзқарасы. Мәтін белгілі көркемдік тәсілдер жиынтығы. Мәтін толық жазылған сөз, әдеби шығарма, құжат. Әлемнің өзі мәтін. Мәтін шынайы өмірді модельдейтін ерекше ұйымдастырылған сөздік құрылым. Тыңдап отырған үштік әдісі. Әдістің мақсаты. Бұл әңгіме тақырыбының тұжырымдамасын және үдерісті түсінуді дамытатын, ақпарат алуға арналған құрылымдалған жаттығу. Сондай-ақ бақылаушы рөлі арқылы өзін-өзі сараптауды дамытуға ықпал етеді. Ұйымдастыру. Оқушылар үшеуден отырады. Екеуі қарсы, ал біреуі сәл алшақта. Сөйлесуге қатыспайды, бірақ бақылайды. Жаттығудың сипаттамасы. Оқушылар топта үшеуден отырады. Әр оқушы сөйлеуші, сұрақ қоюшы және жазып алушы рөлін атқарады. Сөйлеуші бір нәрсені айтады, сұрақты түсіндіреді, немесе пікірін білдіреді. Сұрақ қоюшы көмектесіп айтып отырады және түсініктеме беруді сұрайды. Жазып алушы қажетті жерлерін түртіп алып, әңгіме соңында қорытынды береді. Келесі жолы рөлдер ауысады. Тыңдайтын үш бұрыштар. Тәсілі. Оқушылар үш адамнан тұратын топта бірлесіп жұмыс істейді. Спикер мұғалімнің нұсқаулығы бойынша тақырыпты түсіндіреді, немесе проблема туралы өз ойымен бөліседі. Интервьюер мұқият тыңдайды және егжей-тегжейін анықтау үшін сұрақтар қояды. Хатшы үдерісті бақылайды және спикерге де, интервьюерге де кері байланыс береді. Рөлдерді анықтау үшін бірге ойланамыз. Тәсілі қолданылуы мүмкін. Рөлдермен ауысуға болады. Қазір немесе кешіректеу. Оқиға картасы тәсілі. Бұл тәсілді сюжеттік желісі бар мәтінмен жұмыс жасаған кезде пайдалану тиімді. Оқушылар мәтін мазмұнымен танысып болған соң, сюжеттік желіге сәйкес негізгі оқиғалардың суретін салып, олардың қасына мәтінді мазмұндауға көмектесетін тірек сөздер мен сөз тіркестерін жазып қояды. Оқиға картасы оқушыларға мәтін бойынша ойын жүйелеп, жоспарлауға негіз бола алады. Картаға сүйене отырып, оқушылар мәтін мазмұнын ашады. Гауһартас немесе 9 қырлы алмас әдісі. Бұл тәсіл де жоғарыда келтірілген маңыздылық аймағы тәсіліне ұқсайды. Оқушылар мәтінмен танысып болған соң, оның ішіндегі идеялардың маңыздылығына қарай гауһартастың бөліктеріне орналастырады. Маңыздылығы жоғары ұғымдар мен идеялар гауһартастың жоғары бөлігіне орналастырады. Аса маңызды еместері төменгі бөліктерге орналастырылады. Автордың сұраңыз әдісі. Оқушылар мәтінді оқу барысында авторға қойғысы келген 2 немесе 3 сұрақ құрастырады. Әр оқушы жеке жұмыс жасайды. Сұрақтар мәтінге қатысты және оның мазмұнын ашатындай болуы қажет. Сұрақтар дайын болған кезде сыныптың бір оқушысы автор рөліне белгіленеді. Қалғандары оған мәтін авторы ретінде сұрақтарын қояды. Сұрақ қою барысында
автор рөлін басқа оқушылармен алмастырып отырған жөн. Аталған тәсілді гуманитарлық және жаратылыстану бағытындағы кез келген пән ерекшелігін ескере отырып икемдеуге болады.